маған ақпарат беріп отыр, ұсталды балдарды деп. Мақсан Манылов бәрін заң түрінде қатаң шаралар көрілу керек, іс қозғалу керек. Кәмелетке толған жігіттер деп жатыр ғой, 2004-2005 жабу керек. Олар бүкіл халыққа, елге әлеуметтік желі арқылы, теледидар арқылы көрсету керек. Осы не болып жатқан, не қойып жатқан. Оның үстіне бүгін орада шара өтеді тағзымда. Істеп жатқандары мынау. Қала бұндай нәрседе ұйықтап қалмай алдын алу керек. Сіздер бірінші өздеріңіз көрсетіңіз керек. Мен жаңа біздің әріптестерді жібердім осы жерде. Барып түсіріп көрсетсін. Өйткені қазір шараға барады. Сонда сол кісілер салады. Мына бүгінгі шара өтейін деп жатқанда тағзымның жағдайы мынау деп. Бұған еге боламаған билікке не дейміз деп бәр жерді шулатады. Неге осыны қала реттеп қоймайды деп. Басқа күні жақсы, бүгін осындай шара өтетін күн деп. Сол себептен өздеріңіз айтуларыңыз керек. Біз күндіз-түні жұмыс жасап жатырмыз, осы қаланы қалай көркейтеміз деп. Жеке кәсіпкерлер тартып, оларға өтініш айтып, жалынып қазақша айтқанда. Ал біздің ұятсыз, жауапсыз кейбір адамдар бәріміз дайын нәрсені, халықтың қаражатына істелген нәрсені қиратады.